Жаңа көрген ақшаны сіздер танымай болуы мүмкін, себебі бұл Тәжікстан, Душанбе қаласы. Душанбе қаласындамын. Иә, достар, ең бірінші рет шетелге шығуым осы Душанбе қаласы. Бұл ислам мемлекеті, өте қонақжай халық. Бірінші рет осы шетелім, осы Тәжікстан болғанына қуанамын, себебі өзіміздің бауырларымыз тәжіктер. Бұл видеода мен Алматыдан қалай ұштық, қалай қондым, қандай атмосферасы қалай, қала қандай әдемі жерлері бар, дронмен, камерамен, GoProмен барлығымен видео болатын болады. Тамағы қандай, қазір біз Бұхара деген ресторанға барамыз, сол туралы да видео болады. Барлығын қосып, монтаждап, күшті, сочный, әдемі видео түсіремін. Сіздер көрулеріңізді өтінемін, және қолдап подписаться етіп кетіңіздер. Кеттік. Ал біз кеттік жолға. Такси келеді, бұдан кетеміз. Бір рюкзак, техника и киімдер. Adam böyle. Ver bir de kalan değil. Саламатсыз ба? Здравствуйте. Орын таппай алдым. Do you speak English? In English, no? Speak. Thank you. Орынды емін тауып алдым. Орын. Қандай жерде тұр екен ғой? Жалпы мен самолетке көп отпаймын, өйткені шетелге осы бірінші рет шығуым. Қазақстанның ішінде ғана ұшқанмын. Бұл жерде таксиге отырып аэропортқа бардым. Air Астанаға отырдық. Бұл жерде 1 сағат елемей ұшады, Душанбе қаласына дейін. Сол себепті ыстық тамақ берілмейді. Мықты, біздің қазір нені алып жатыр. Бөлменің кілтін паспорт бердік, соны тексеріп жатыр. Комнатаға рум-тур жасап жіберейін. Бұл жерде ваннасы. Мынау қозатын жері көп тұрғандай. Астында тапчика, сүлгі, килограмм өлшейтін таразы. Бұл жерде шаш кептіргіш, фен. Еще бір қызға мынау спальняға осылайынан доступ ашылады. Мен ойымша бұл комнатаны, ваннаны проветрить ету үшін, ауа кіргізу үшін. И арт жақта туалет и міне душевой. Ненің светін жағу үшін кнопканы басу керек и бұрау керек.
Дальше кеттік. Мына жерде кондер тексеруге регулировка жасауға болады. 25 градус қойып қойғанмын. Мына жерде светі. Барная стойка. Несі бар? Холодильнигі бар. Холодильник істеп тұр. Дальше уже жат демалып жататын жер. Королевский 2 орындық. 2 тумбочка, свет, телевизор, шкафтар. Мына жерде қонақтар келсе отырасың, әңгіме айтып. Мына жерде рабочий орын. Екі самса, шөзімен шәткі паста и ағлап алдым. Біз ашамда сондай супермаркет. Біздегі small magnum сияқты бар, бірақ жерімді таң атады, соны асфальт күннің шығуын түсіреміз оны. Біз закатты рассвет түсіруге баратырмыз. Қытайдың Тәжікстанға берген подаркасы. Мұндағы парламентский здание. Маяқтағы күшті куәландырма. Бізде жаңбыр жауып жатыр. Жаңбыр қатты жауып жатқан жоқ, жай жауып жатыр. Погодасы Алматыға ұқсайды, сондай. Біз башня независимостьте жүрміз. Темакен видео. Қазір мен видео түсіремін. Одан кейін келіп гостиницаға орналастық. Мен алған бағаға таңғы ас кіреді. Түскі ас пен кешкі асты сырттан іштім. Оның керек емес негізі көп жағдайда. Егерде бизнеспен, командировкамен видео түсіруге келген адамдар болса, оның
барлығы білет негізі. Жалпы демалуға барған кезде де көбісі көп отельдерде таңғы асхана кіреді. Сен бәрі бірдей, ол обеті мен ужин кезінде сен сыртта қыдырып жүресің, немесе жұмыста жүресің деген сияқты. Керек болса, бірақ төлеп іше берсең болады. Обедте, ужинда барлығы жасалады бұл жақта. Әлі видео түсіріп сағат обедке қалды, қазір обедке барамыз. Күн жылы бүгін. Шетелге бірінші рет шығып тұрмын. 6 сағат өткенсін негізі. Бірақ күшті демалып, видео түсіргенге қарамыз, демалып сондай қазында. Және де тренажерный зал кіреді бұл жерге, бассейн, йога, қателеспесем. Бұндай жерге келген кезде туризм, демалыс, командировкаға келген кезде тренировканы, яғни жаттығуды ұмытпау керек, себебі ол адамды сергек және шаршамауға көмектеседі, өзіңді бодрый сезініп жүресің. Как раз бұл жерде тренажерный зал және бассейн бар. Тренажерный залында барлық керекті заттардың барлығы бар. Ужин алып кетейік. Такси шақырдым, қазір келеді. Ужин алу керек. Мен бургер ма, көрем қандай тамақтар бар екен. Ассалаумалейкум. Мы рады, что вы воспользовались. Сейчас где? Мне напротив правительства. Знаете? Нет? Вот здесь самуса продают один. Донер нету, да? Здесь бургер. Бургер, бургер там. Дальше. Дальше. Сколько я должен? 12. 12. 12 самого. Да, если что, я обратно. Не, подожди, я поеду. Сейчас купишь. Понял, нормально там. Купишь и оттуда в сторону сидишь и скажешь Хаят. Хаят, все, хорошо, спасибо большое. Не проблема такси. Ага, спасибо. Опа. Тәжік бауырларымыз қалай отыру керек, бәрін айтып жүріп мағыз. Не деген мұсылман ғой. Ораза ұстадың ба деп жатыр да. Қазір бізде ораза басталды. А мен айтам, жолдан ұстаған жоқпын, барғасын ұстаймын, қайтқасын. Ол айтады, бастамадым ба, жолда ұстасаң 2 есе сауап болады ғой деп. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Где можно заказать? Там, да? Да, с собой меня. Шаурма, да? Да, вот мне 2 куриные, 2 говяжьи. 2 говяжьи. И 1 биг бургер с фри там есть? Да. 10 минут и 15 минут. Болып жалпы жақсы екен. Недегі? Румидағы. Көп көрсетті түрінде. Тамақ ішіп алды, одан кейін супермаркетке барып йогурт, сосын торт алдық. Оны қазір неге қайтамыз. Мен бассейнге түсіріп келдім. Қараңғы, сосын жарық бар, сосын осы жерге шығардым. Жақын кездегі бассейн.
пожелания, все было хорошо. Все было хорошо, да, спасибо. Хорошо. Енді осындай Хаят қонағына рахмет. Ол өздерінің ыстық лебіздерін білдіріп отыр. Никитаға рахмет. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің видеом сіздерге ұнады деген үміттемін. Және де алдағы уақытта тек қана Орта Азияны ғана аралап қоймай, Еуропа, Америка, Шығыс Азия елдері, Қытай, Япония, Корея, Индонезия, Малайзия, Филиппин, осы елдерді аралау ойда бар. Ең басты сіздер лайкты басып, комментарияны қойып, видеоны қолдап кетсеңіздер, маған ол үлкен мотивация болады. Келесі видеода кездескенше.